Ал Қызылордада арнайы құрылған мобильді топ бір ай ішінде 7 инвесторға жергілікті шенділердің қолдан жасаған кедергілерін жоюға көмектескен. Оның ішінде ақылды қала жобасын іске асыруға кіріскен Huawei компаниясы да бар. Жергілікті жерде компания әкімшілік кедергілерге тап болған. Қаланың инфрақұрылымы туралы ақпаратты 2 ай бойы ала алмаған көрінеді. Ол кісілердің сұрап отқаны электр желісіне қолжетімділік мәселесі, интернетке қолжетімділік мәселесі, және мына камералар орнатылатын бағаналарды ауыстыру мәселесі. Сондай-ақ цемент өндіретін зауытын салып жатқан инвестор компания Қытайдан арнайы мамандарды 2 айдан бері алдыра алмаған. Мобильді топтың араласуымен мәселе оң шешімін тапты. Маусым айында арнайы мамандарды тарту үшін, көші-қон қызметіне визалық рұқсат алу үшін құжаттар өткізген болатынбыз. Дегенмен шетелдік мамандарға виза алу мәселесі 1 айдан астам уақытқа созылды. Тек қана департаменттің тікелей араласуымен бұл мәселе өз шешімін тапты. Қажетті 5 шетелдік маманға визалық құжаттар рәсімделді.